Джим Керридің маған ұнайтын топ 3 киносы. Үшінші орында мен үшін аферисты Дикий Джейн және де Эйс Вентура. Аңыз фильм ғой, аңыз. Мына фильмді теледидардан қанша рет қайталап көрсетсе де, сонша рет біз отбасымызбен отырып көретінбіз. Сюжет өте қызықты, қарапайым тура жолмен жүретін адамдардан профессионалды ұрлықшыларға айналады ғой отбасымен. Көрмегендер болса, көруге кеңес беремін, демалып қаласыздар. Ал Эйс Вентураға келетін болсақ, 1994 жылы шыққан Джим Керридің атын әлемге танымал қылған фильм. Бұл жерде үй жануарларын іздейтін детективтің рөлін ойнайды. Өте ерекше және күлкілі, ал харизмасына келетін болсақ, тек тамсанып отырасың. Ал екінші орында мен үшін «Всегда говори да». Білмеймін, жеке өзіме қатты ұнайтын фильм. 2008 жылы шыққан. Сюжетіне келетін болсақ, депрессивті тұлға әрқашанда барлығына жоқ деп айтатын бір сондай адам болады. Семинарға қатысады да сол жерде «я» деген сөзді осылайша ол кез келген жағдайда «я» деп айтатын болады. Өте қызықты фильм, көру керек. Бірінші орында әрине кино тарихындағы ең үздік фильмдардың бірі «Шоу Труман». 1998 жылы шыққан, әлі күнге дейін актуалды, өте мықты, терең мағыналы туындылардың бірі. Негізі Джим Керри жай ғана комедия актері емес, өте ауыр рөлдерді сомдай алатын мықты аңыз актерлардың бірі деп санаймын. Осы күнге дейін Джим Керриге Оскар жүлдесін бермегендігі әділетсіздік. Топ осы, достар. Ал сіздер үшін топ ең сүйікті фильмдеріңіз қандай, оны комментарийға жазып кетіңіздер. Барлық дерлік фильмдері керемет. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз, достар. Сәттілік.